Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Біздің қой қорамыз. Екі жағына жем беретін алып тастап қойды, ар жағына бер жағына. Ортасына шөп салатын алып тастадық. Ортасына шөп салатын енді басқаша қылып жасау керек. Өйткені біздерге жаңадан қой келді. Мінекей 12 бас қой. Біздің қойларымыз, келген қойлар. Пока мұнда барлығы тығылып тұр. Оларға тар болмау үшін біздер ар жағына қойып қойлар буаз. Мінекей қойлар буаз бұны. Үлкен қойдан үлкен жетеуі тоқты қойларымыз осы. Сіздерге Ақбелгеннен ең бір видео түсірейін деген жайымыз бар. Өткендегі келісіп қойған қойлар ақырында басқа біреуге сатам деп маған айтқан болатын, сатып жібердім. Онымен сатпаған екен. Ол кісілер келген, алмай қалған. Сосын маған бұйырып тұр екен. Мен енді оған айттым ғой, енді сатып жібергенсін. Өткен видеода да айтқан болатын енді. Сосын өткенде кеше емес, алдыңғы күні жазып тұр. Қойларды аласың ба, саған берем, 450 мыңға 12 басты. Типі ана кісілер келді, алмай қалды деген сияқты. Жарайды десем, жарайды деп келістік. Сонымен енді алып келдік қойларды. Мінекей. Бүгінгі видео осы. Сіздермен жаңалықтан бөлісіп жатырмын. Келесі тағы да жақсы видеолар шығаратын болам. Бүгін жайылымға барып келдім. Әзірге осы 12 бас қойды, ал 7 қой, 5 тоқтыны 450 мыңға сатып алдық.